Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы қазіргі қазақ повестері деп аталады. Біздер дәріс сағатында қазіргі жалпы қазақ повестерінің зерттелу аясы, осы бағыттағы туындылардың тақырыптық және стильдік ерекшеліктері және қазіргі қазақ повестерінің басты проблематикалары қандай, осы бағытта сөз қозғамақшымыз. Қазіргі қазақ прозасы, оның ішінде повесть жанрының зерттелуі туралы қазақ әдебиеттану ғылымында бүгінгі күнге дейінде әр қырынан біршама түрде қарастырылды деуге болады. Бұл бағытта біздер белгілі зерттеуші ғалымдар Зейнолла Қабдолов, Серік Қирабаев, Тұрсынбек Кәкішев, Рахманқұл Бердібай, Ырымғали Нұрғали, Шерездан Елеукенов, Зейнолла Серікқалиев, Сағат Әшімбаев, Бақытжан Майтанов, Жаңғара Дәдебаев, Айгүл Смақова, Тұрсын Жұртбай, Әлия Бөпежановалардың еңбектерін атап өте аламыз екен. Ал енді осы тақырыбымызға қазіргі қазақ тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ повестеріне қатысты іргелі зерттеулердің қатарында зерттеуші ғалымдар Асылбековтың қазақ повесі, Алтыбаеваның «Основные тенденции развития казахской прозы периода независимости» атты монографиясын, одан кейін қазақ әдебиеті тарихының 10-шы томдығын және Балтабаева Гаухар Саяділқызының тәуелсіздік кезеңдегі қазақ прозасының көркемдік әлемі атты зерттеуін ерекше атап өтуге болады. Бүгінгі таңда осы тәуелсіздік дәуірінде өмірге келген қазіргі қазақ повестеріне тән ерекшеліктер қандай, жанрлық белгілері қандай дейтін болсақ, мынандай сипаттарды біз айқындай аламыз. Жалпы қазіргі қазақ повестерінде ұлттық идеяның көтерілуі, оның көркемдік сипатының сараланып берілуі, қазіргі қазақ повестерінде оқырманның жалпы танымына әсер ететін әлеуметтік талдаудың, әлеуметтік символикалық ұғымдардың көрсетілуі, бұл жаңағы бір ерекшелікті танытады екен. Одан кейін осы тәуелсіздік тұсындағы прозалық туындыларда, оның ішінде повестерде осы көркемдік тәсілдер одан әрі күрделеніп, метафоралық, аллегориялық, гротескілік ойлау жүйесінің дамығандығы танылады. Әрине, тәуелсіздік тұсындағы повесть жанры жаңа көркемдік сапаға көтерілді. Енді қазіргі қазақ прозасының бойындағы басты тағы да бір айқындайтын бағыт тақырыптық аяның кеңеюі. Әсіресе кеңестер одағы тұсында жабық тақырып болып саналған әлеуметтік проблематикалық мәселелерді қозғайтын тақырыптардың көптеп жазыла бастауы. Яғни ақтаңдақ болып келген тарихи тақырыптарға қазақ повестерінде де қалам тартыла бастады. Соның ішінде мысалға 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы, 1989 жылғы Семей полигоны, Ауғанстан тақырыптарына қазақ жазушыларының жаңағы еркін шабыттана жазуының арқасында біршама көркем прозалық шығармалар өмірге келді дей аламыз. Осы қазіргі қазақ повестеріне қатысты кейбір жаңағы қаламгерлердің шығармашылығына тоқталып өтетін болсақ, осы орайда біз Асқар Алтайды айта кеткіміз келеді. Асқар Алтай жалпы өзінің бағыты айқындалған, стилін танытқан жазушылардың қатарында жазушының «Қара бура» дейтін повесі бар. Бұл повесте қазақ халқының басынан өткен небір тарихи оқиғалар баяндалады. Жазушының шығармашылығына тән бір ерекшелік, шығарманың ішіне тағы бір шығармаға сюжет боларлық оқиғаны сыйғызып жіберіп отырады. Бұндай әдіс, бұндай көркемдік тәсіл бұған дейін мысалға Оралхан Бөкей повестерінде де кездесіп отыратын еді. Осы Асқар Алтайдың «Қара бура» повесінде ботасын іздеген ақ түйе туралы аңыз шығарманың құрылысына ешқандай нұсқан келтірмей, негізгі оқиғамен жымын білдірмей кіргіп кеткен. Асқар Алтайдың повестерінің қатарында балаларға арналып жазылған «Қызыл бөлтірік» дейтін туындысын біз атап өткіміз келеді. Бұнда жалпы балалар тақырыбы кез келген қаламгер бара бермейтін тақырып деп
айтуға да болады бір жағынан. Өйткені баланың жанын ақиқатқа сыймайтын шынайы тілмен жазылмаған шығармамен алдау қиын. Сондықтан бала тілі, баланың жаны аппақ қағаз секілді. Сондықтан ол бала тақырыбына жазылған шығармалардың өзі жаңағы тәуір туынды ретінде танылатын болса, жазушы өзіндік бір шеберлікті меңгерді деген сөз деп ұғынуға болады. Міне осы Асқар Алтайдың Қызыл бөлтірік повесінде бас кейіпкер Архат дейтін бала, осы Архат есімді кейіпкер өзінің атасымен бірге жүріп, аңшылыққа барып, қажырлықпен барлық қиыншылықты жеңген баланың тағдыры туралы баяндалады. Мына осы біздің қазіргі қазақ повестері тақырыбына қатысты тағы да бір шығармашылығы бір биік тұрған өкіл ретінде Әлібек Алтайды атап өтуімізге болады. Әлібек Алтайдың «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді» дейтін повесі бар. Жалпы Алтай өңірі қазақтың көптеген ақын жазушыларының тақырыбына өзек болған бір керемет өңір деп біз бағалаймыз, есептейміз. Осы повестен жазушының өзіндік айқын бір қаламгерлік стилі байқалып отырады екен. Өр Алтайдың төріндегі осы бір өңірде бір кезеңде айдарынан жел ескен төрт құбыласы түгел бір керемет ауылдың сол бүгінгі дәуірдегі мүшкіл халі салыстырылып отырып суреттеледі. Мыңғырған жаңағы малы бар, керемет жаңағы өзіндік табиғи байлығы да жеткілікті өңірдің осы кезеңдегі небір түрлі адам пайдаланатын, адамның мүддесі үшін өмірге келген кеңсе, тіпті мектеп, дүкен, дәрігерлік пункттерге дейін жабылып қалуы, яғни әлеуметтік құлдырау жолымен тұрмыс тауқыметі үдемелі жолмен суреттеліп беріліп отырады екен. Бұл шығарманың бір көркемдік құндылығы қай жағында? Яғни автордың тілдік, образдық, сюжет, композиция тұтастығын белгілі бір жүйемен, белгілі бір өрімде беріп отыруы. Осы бір кезеңде азан-қазан болып жататын ауылдың 7-8 үйі ғана қалған, сол әр үйде бір жетім баладай бір баспананы бір отбасы иеленіп қалған. Осы оқиға шығарманың өзегіне арқау болып отыр. Басты кейіпкер почташы қыз Сәлима, Сәлиманың тағдыры сол ауылдың тағдыры іспетті. Яғни барлық тіршілік Сәлима қыздың пайымы арқылы беріліп отырады екен. Бұл повесть сол қазіргі қазақ ауылының тағдырын, қазақ жастарының тағдырын көтергендігімен құнды болып табылады. Шындығы керек, ауылдың қиыншылығынан безіп, қалаға қарай тырақайлап қашып, жеңіл жаңағы жұмыс істеуді, жақсы күн көруді жаңағы армандайтын жастар аз емес. Міне осы жастарға ой саларлық әлеуметтік мәселені көтерген туынды ретінде осы шығарманы атап өте аламыз екен. Енді осы қазіргі қазақ повестерінде көтерілген тағы да бір келелі тақырыптардың қатарында дін тақырыбын, яғни ислами құндылықтарды суреттеген повестердің біршама бар екендігін атап өткіміз келеді. Осы орайда жазушы Дүкенбай Досжанның «Жан тәтті» дейтін повесін оқуымызға болады. «Жан тәтті» повесінде автор Алланың ұлылығын мінәжат жанры арқылы көрсеткісі келген. Яғни бұл повесте кейіпкерлерді автор көзбен тілдестіру тәсілін қолданған. Бұндағы басты бір ерекшелік бір-бірін шексіз сүйген, бір-біріне ынтық жаңағы махаббаттың бір-бірімен көзбен тілдесуі. Және осы көзбен тілдесуді автор екі түрлі бағытта көрсеткісі келеді. Бірінде көз қорқаулық танытады, ал енді бірінде шексіз махаббатқа толы көз. Сондықтан бұл жазушының басты махаббаттың құндылығы ол Аллаға дейтін махаббат, Аллаға дейтін мінәжат ету дейтін негізгі идея арқылы көрініп отырады. Қазіргі қазақ повестерінің ендігі бір жаңағы оқырмандар жүрегінен жол тапқан шығармаларының қатарында
жазушы Тынымбай Нұрмағамбетовтің Айқай дейтін повесін айтуға болады. Бұл туынды жаңағы сонау бір замандардағы грек-түрік соғысы тақырыбына арналған. Өткенге көз жіберіп, шегініс жасау арқылы әңгіменің ішінен әңгіме желісі өрбиді тағы да. Автордың бұл шығармасынан түрлік ерекшелік деп білуіміз керек. Айқай сарыны, айқайдың мотивінің көтерілуі. Яғни бұл арада автордың айқай сарыны деген уақытта жаңағы тіліне, нәсіліне, ұлтына қарамайтын адамдардың, яғни тәніне ғана емес, жан жүрегіне, жан дүниесіне дерт түскен барша адамзат баласының айқайын көрсетуді автор мақсат тұтқан екен. Тынымбай Нұрмағамбетовтің ендігі бір повесі балалық шақтың әндері деп аталады. Бұндағы әңгімеленетін әлеуметтік, моральдық маңызды проблематиканың бірі ол балалар мен ересектердің арасындағы түсініспеушілік. Бұл мәселе бас кейіпкер Бурак есімді жасөспірімнің тағдыры арқылы көркемдік тұрғыда шешімін тапқан. Шығармада алдыңғы қатардан көрініс тауып отыратын жағдай бүгінгі күні ғана емес, ол қай заманнан бері проблема болып келе жатқан, ол ересектер мен үлкендердің арасындағы кереғарлықтың салқынының балаларға келіп тиюі. Жазушы міне сан түрлі шағын оқиғалар мен тартыстардың негізінде оқырман оқып шығып ойланатындай биіктікке көтере білген. Енді оқиғалардың арасында қазақы мінез құлық, салт дәстүрлер қатары да көрініп отырады екен. Қазіргі қазақ повестері тақырыбына шеберлікпен қалам тербеген жазушылардың бірі ол Дидар Амантай. Біз осы орайда Дидар Амантайдың «Мен сізді сағынып жүрмін» дейтін повесін атап өткіміз келеді. Бұл повестің негізгі арқауы ол өмір мен өлімнің концепциясының бір-біріне талас тудыруы, адамды ойға батыруы, ар тазалығын ой мен жады тазалығымен қатар қойып, пенде атаулының барлығының жүрексінетін мәңгілік бар шындық үшін кейіпкердің өзін өзі жазым етуі. Автор суицидтік әрекетті құптамайды, жақтамайды. Құдайды еріксіз іздеп кеткен пендесіне менің өлгім келмейді екен дейтін ақтық сөзді айтқызады екен. Бұл повесть хикаяттың басты кейіпкерлері жаңа ғасырдың адамдары. Олардың махаббат, сезім жайлы түсініктері уақыт ағымына сәйкес жаңаша қалыпта жаңа бір рухани әлем айдынында көрініс табады. Жалпы постмодернистік тұрғыда жазылған туындылардың қатарында дейміз. Енді тәуелсіздік кезеңіндегі жаңғырған көркем ойдың кезекті көрінісі жазушы Түменбайдың түрмедегі Торғай, Нұрғали Ораздың Тазқара повесть хикаяттарында біршама айқын көрініс тапқан. Түрмедегі Торғай повесінде мемлекет қамқорлығындағы денсаулық сақтау мекемелерінің жағдайларының төмендеуі, әр мекеменің бюджетке барып тірелуі, сол бюджеттен тарығып тұрған уақыттағы әлеуметтік моральдық көріністердің түрлі бағытта жетекке кетуі. Ал екінші хикаятта, Тазқара хикаятында тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыт тынысы дәл бейнеленіп жеткізілген. Бұл аталған екі шығарманың өзінде өтпелі кезеңдегі жүйесіздікті пайдаланып, парақорлықтың, қылмыскерліктің көбейіп кеткендігін және бұл жолды үнемі жаңғыртып, жоқ қылып, ақтық, адалдық жолына оқырманды бастап отыру керектігі айқын көрініп отырады. Нұрғали Ораздың осы Тазқара повесі Кәрім Меңдіғалиевич дейтін үлкен бастықтың өзі туып өскен ауылына сапары негізінде өрбейді. Жоғары лауазым иесі болып жүрген уақытында қызының тағдыры үшін ісі түсіп, алдына келген ауылдағы тағдырлас құрбысы Тағайдың бір ауыз тілегін қол үшін беруге мүмкіндігі бола тұра ол орындаудан бас тартады. Бұндай жағдаяттар біздің заманда да аз емес, былай қарасаңыз. Осы кеңестік империя құрамынан қазақ халқына азаттық алып берудің бастау көзі болған атақты 86 жылғы желтоқсан оқиғасы бұл тарихтың өшпес беттері. Біз атап отырған екі жазушының да
шығармаларында бір көркемдік мегзеулер арқылы жазушы кейіпкерлердің адам ретіндегі таным түсінігін, пенделік болмысын өте көрнекті тұрғыда аша білген деп біз көрсете аламыз. Сөз соңында біз осы басымырақ назар аударатын қазақ повестеріндегі бір өзекті мәселе бұл бүгінгі күннің тақырыбына қалам тарту жағы, уақыттың ділгір шындықтарын көркемдікпен кестелеп жеткізу жағы болмақ дейміз. Қазіргі кезеңді көркем прозаға сұранып тұрған өмірлік материалдар жеткілікті деуге болады. Бірақ біздің қолымызға тиіп отырған прозалық шығармалардың арасында нақ өзіміз тыныстап отырған бүгінгі күннің образы әлі де болса аз. Барларының өзі көбінесе әлі тәжірибелері толыспаған қаламгерлер сынды бізге танылып отырады. Бір сөзбен айтқан уақытта осы тәуелсіздік жылдары өмірге келген қазақ повестерінде осындай проблематикалық мәселелердің бар екендігін айта кетуге тиістіміз. Әрине қазіргі қазақ повестері тақырыбындағы барлық шығармалар осы бүгінгі дәріс сағатында біз атап отырған туындылармен шектелмейді. Көптеген шығармаларды әлі де болса талдауға болады. Біздер жаңағы студенттермен сіздермен жұмыс барысында осы силабустарыңызда осындай жеке-жеке шығармашылық иелерін атап көрсетіп беріп отырмыз. Сондықтан осы бағытта жұмыстануды біз сіздерге тапсырамыз. Мына біздің видео дәрісімізде әдебиеттер тізімі және интернет ресурстар тізімі көрсетіліп отыр. Сөз соңында бүгінгі біздің қазіргі қазақ повестері тақырыбы бойынша не білдім, нені үйрендім, нені үйренгім келеді бағыты бойынша сіздерді кері байланысқа шақырамыз. Бүгінгі сағатымыз осыменен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.